Қалайсыздар достар? Бүгінгі қарастыратын тақырыбымыз бұл AIMD моделі, яғни толығырақ айтып өтетін болсақ, аккумуляция, манипуляция және дистрибуция. AIMD моделі бізде дәл осылай қалыптасады, және бұл үш негізгі фазадан тұрады. Яғни біріншісі ол аккумуляция, екіншісі манипуляция және үшіншісі дистрибуция. Және әрқайсысының қалай жұмыс жасайтынын, қандай қызмет атқаратынын сіздерге толығымен түсіндіріп беретін боламын. Біріншісі ол бізде аккумуляция. Аккумуляцияны қарапайым тілмен айтсақ, бұл бағаның белгілі бір тар диапазонның ішінде қозғалуы, консолидацияда болуы. Бұл дегеніміз, яғни жинақтау фазасы нарықтағы ірі ойыншылар, ірі банктер мен орталық банктер мен маркетмейкерлердің жалпы бағаны белгілі бір бағытқа жылжытар алдында жасайтын нарықтағы тыныштық немесе осындай трейдерлардың позицияларын жинау мақсатында жасалады. Ал екінші фаза бұл бізде манипуляция. Манипуляция бұл да дәл осы ірі ойыншылардың, яғни маркетмейкерлердің жасайтын бұл трейдерларды жаңылыстыру үшін, яғни қарама-қарсы бағытқа қарай позиция аштыру мақсатында жасалатын маркетмейкерлердің тұзағы, айласы деп айтсақ болады. Яғни дәл осылай бізде егер баға белгілі бір бағытқа қарай жылжып қозғалатын болса, ұзақ уақыт бойы ол міндетті түрде жинақтайды, яғни тар диапазонда әлсіз қозғалыс жасайды. Кейін сол диапазоннан шығып, трейдерларға манипуляция жасап, ары қарай ол үшінші фазаға өтеді. Үшінші фаза бұл дегеніміз дистрибуция. Яғни бұл қазақ тілінде кеңею деп аталады. Бағаның белгілі бір бағытқа, яғни өзінің негізгі бағытына қарай импульсивті, яғни күшті қозғалыс жасауы. Мінекей осы AIMD моделі бізде дәл осындай нарықта үш негізгі фазадан тұрады. Оның біріншісі жаңағы айтып өткеніміздей өте әлсіз тар диапазондағы консолидациялық қозғалыс, және негізгі бағытты бастамастан бұрынғы маркетмейкерлердің манипуляциясы, ол осындай қозғалыс береді, яғни кері бағытқа жүреді. Және ең негізгі импульсивтік қозғалыс бұл бізде осы дистрибуция. Яғни біз егер сауда жасайтын болсақ нарықта, біздің кіру керек фазамыз осы үшінші фаза, яғни баға кеңейетін кезде, импульсивті қозғалыс жасайтын кезде біз позицияға кіріп үлгеруіміз керек. Ал қалғанына екі фазада біз жай ғана нарықты бақылаймыз. Мінекей графикалық мысалға да келіп жеттік. Енді дәл осы жақтан біз алғашқы нарративімізді құрып аламыз. Бұл дегеніміз үлкен таймфрейммен жасалады. Нарратив дегеніміз бұл үлкен таймфреймнен біз контекст құрып аламыз. Бағытты анықтап аламыз негізгі. Бұл жақта біз бағаның негізгі бағыт бізде нисходящий, бірақ қазіргі уақытта бізде баға коррекция жасап жатыр. Сондықтан біз лонг позиция іздейтін боламыз. Сонымен қатар мына жақтан біз интересный зоналарды белгілеп алайық. Яғни точка А, точка Б деген сияқты. Мына аймақта енді баға осы жердегі ликвидностьтермен жұмыс жасап, мына ордер блоктан реакция алғаннан кейін дәл осы имбаланс зонасына еш реакция білдірмеген. Керісінше осы жерге пробой жасап, жоғары қарай өскен болатын. Бұл дегеніміз баға ары қарай трендті жоғары қарай бастауы мүмкін, бағыттауы мүмкін. Сондықтан біз нарративті осы жоғары бағытқа қарай іздейтін боламыз. Мінекей бұл бізде имбаланс зонасы. Яғни қазіргі уақытта баға дәл осы имбаланс зонасына келе жатырғанын көріп тұрмыз. Және де кіші таймфреймге кіріп, дәл осы имбаланс зонасына дейін біз шорт позиция іздесек болады жаңағы AIMD модель бойынша. Сонымен қатар, егер баға дәл осы имбаланс зонасына келіп, сол жақтан да бізге AIMD моделін беретін болса, осылайынан кейін манипуляция жасап, ары қарай дистрибуция жасайтын болса, онда біз жоғары қарай тағы да позиция ашуымызға болады. Негізгі цель ретінде, мақсат ретінде біз дәл осы buy-side ликвидностьтерін аламыз. Яғни біздің ең бірінші целіміз ол дәл осы имбаланс зонасы, ал екінші цель, мақсат бұл бізде дәл осы сатып алушылар жағындағы ликвидность.
ары қарай біз кіші таймфреймге өтеміз. Міне біз кіші таймфреймге өттік, және бұл біздің үлкен таймфреймді белгілеп алған цельдарымыз болатын. Сонымен қатар біз мына жақтан тағы да бір AMD моделін іздеп көретін боламыз. Біздің ең бірінші целіміз сол осы имбаланс зонасы, және бұл аймақта бізде бірнеше бір-біріне жақын орналасқан равный минимумдар бар екен. Сондықтан біздің басты мақсатымыз осы минимумдарда болады. Енді біз не істейміз? Қазіргі уақытта бізде баға консолидацияда екенін анық байқауға болады. Себебі баға кеңейіп жатқан жоқ, яғни импульсивті қозғалыс көріп тұрған жоқпыз. Тек қана баға жоғары, төмен, жоғары, төмен, жоғары, төмен қозғалып жатыр. Сондықтан бұны біз тек қана аккумуляция деп аламыз, яғни консолидация фазасында екен баға. Енді ары қарай біздің көргіміз келетіні ол манипуляция. Мінекей манипуляция жасады, және ішкі жақта бізде имбаланс қалдырған болатын. Егер дәл осы имбалансқа инверсия жасайтын болса, яғни төмен бар жабылатын болса, біз шорт позиция ашуымызға болады. Мінекей бізде баға манипуляция фазасын аяқтаған болу керек, себебі осы аймақтағы бычий, яғни сатып алушылар жағындағы имбалансқа инверсия жасаған болатын, ешқандай реакция білдірмей. Сондықтан біз екінші зонаны белгілеп қоямыз, бұл манипуляция зонасы. Екі баға шықты, аккумуляция және манипуляция. Енді үшінші фаза бұл бізде болу керек, дистрибуция. Мына жерден біз шорт позицияға кіре берсек болады, дәл осы жерден. Біздің бірінші мақсатымыз бұл дәл осы имбаланс. Екі бізге реакция берді инверсия зонасына, және ары қарай баға кеңейген болатын, яғни импульсті қозғалыс жасаған болатын. Бұл жерде бізде енді үшінші фаза қалыптасты, бұл дистрибуция. Мінекей мына жерден біз AMD моделін көріп тұрмыз. Мынау бізде А, яғни аккумуляция, екіншісі манипуляция, үшіншісі дистрибуция. Енді ары қарай бұларды өшіріп тастаймыз. Біз енді келесі бағытқа қарай позиция іздейтін боламыз. Мінекей біздің негізгі пой зонамызға келіп баға тест жасап жатыр. Және негізгі мақсат ретінде осы максимуммен және дәл осы манағы манипуляцияның максимум зонасын алатын боламыз. Мына аймақта енді біз ірі консолидацияны байқап тұрған жоқпыз, бірақ мына жерде бізде кішкене ғана консолидация зонасы бар, соны белгілеп қойсақ болады. Мұнда бізде баға трендті өзгерткен болатын, яғни төмен бағытта жабылған бірнеше свечаның ашылу бағасынан асып бар жабылды, және мына жерде бізде қысқа ғана консолидация, яғни аккумуляция және манипуляция зоналары бар. Енді ары қарай біздің күтетініміз бұл дистрибуция, яғни мына қарай. Егер позицияға кіретін болсақ, біз дәл осы зонадан стопты мына минимумға қоямыз. Тейкті дәл осы максимумға орналастырамыз таргетімізді. Әрі қарай бізде баға мына максимумға жеткенге дейін тағы да AMD модельдерін қалыптастыру мүмкін. Сондықтан сол аймақтардан да егер осы жерден кіргіңіз келмесе, позицияға тағы да подтверждениелер алып, солармен қосыла отырып позицияға кіргіңіз келсе, онда тағы да осы жақтан модельдерді іздеп көруге болады. Мінекей мына жерге көруге болады. Бұл жерде де бізде шағын ғана қысқа уақытта болған консолидация зонасы бар. Мінекей консолидация зонасы бар. Және кішкене ғана манипуляция зонасы да бар. Мына минимумға бізде баға свип жасады. Енді ары қарай импульс жасау қажет. Мына жерде ордер блок зонасын қалыптастырған болатын. Мына аймақта ордер блок зонасына келіп тест жасады. Сонымен қатар мына жерде де жаңа ордер блок зонасын қалыптастырды. Сондықтан бізде осы жерге де ордерімізді орналастырып, таргетіміз дәл осы максимумға қоямыз. Мына аймақта тағы да бір
консолидация зонасын көріп тұрмыз. Мына бөліктегі, яғни екінші дистрибуция мына жерде болған болатын. Аккумуляция, манипуляция және дистрибуция. Мына жерде екінші AMD моделі қалыптасып жатыр. Күтеміз. Астыңғы жақта имбаланс зонасы қалып қойған, тест жасалмаған. Осы консолидациядан шығып, дәл осы жерге манипуляция жасап, ары қарай осы жерден дистрибуция фазасына өтеді деп ойлаймын. Өте жақсы. Мінекей бізде баға манипуляция жасап төменге қарай қозғалған болатын, және мына аймақта қалып кеткен бос кеңістікті толтырып жатыр. Сонымен қатар, егер трендті өзгертетін болса, онда осы қарама-қарсы жабылған екі свитченің ашылу бағасынан жоғары барып жабылатын болса, тағы да бір позицияны ашуға болады осы аймақтан. Мінекей тағы да бізде баға осы минимумнан асып барып жоғары көтерілейін деп жатқанын көріп тұрмыз. Сондықтан біздің ордер блок зонамыз осы жерге ауысады. Әзірге бізде ешқандай подтверждение жоқ бағаның өсетіні бойынша. Мінекей енді бізде ордер блок зонасы қалыптасқан болатын. Бұл жерге екінші ордерымызды қойсақ болады, және мына аймақта бізде баға манипуляция жасаған болады. Аккумуляция, манипуляция, енді ары қарай бізде дәл осы екі целға дейін дистрибуция болуы ықтимал. Мінекей біздің екі таргетімізға баға келіп жетті. Мына жерде біздің сделкаға кірген жоқпыз, ордерімізға келіп баға тимеді. Бірден осы жерде импульс бастап кеткен болатын. Сондықтан мына жерде мүмкіндік жіберіп алдық, бірақ екі сәтті сделка ашуға мүмкіндік болған екен. Сонымен қатар мына аймақта да бізде тағы да бір дистрибуция зонасы бар. Бұл модель сіздерге түсінікті болды деп ойлаймын. Қысқаша ғана мысалдар келтіріп өттім. Осы видеоны бірнеше рет қарап, басқаларға да таратсаңыздар болады. Сонымен қатар біздің видеомызға лайк басып қолдап кетіңіздер, каналға жазылыңыздар, және мен Telegram каналыма да жазылуды ұмытпаңыздар, себебі ол жақта мен пайдалы ақпараттармен бөлсем. Назарларыңызға рахмет. Келесі видеоларда кездескенше.